Сәлеметсіз бе достар, менің атым Дима. Бүгін Азербайжан тамағы бозбаш пісіреміз. Бұл тамақты 3,5 сағат пісіреміз. Қой етін тозды суға асамыз. Бір пияз блендермен ұсақтаймыз және фаршқа қосамыз. Мен күріш салмаймын, бірақ пияз салу маңызды. Енді күфта жасаймыз және бір жерге қоямыз. Қайнаған соң пияз және сәбіз жарты сағатқа саламыз. Дәмдеуіштер қосамыз. Сәбіз және пияз дәм берді, сол оларды қазаннан шығарып аламыз. Біздің тамағымыз 1,5 сағат қайнап жатыр. Енді суға салынған ноқат салуға болады. Біздің тамағымыз 2 сағат қайнап жатыр. Қазір күфтайымызды салуға болады. Картоп қосамыз. Қайнаған соң ас көп жарты сағатқа дәміне қарай саламыз. Қайнаған ас көпті шығарып аламыз. Жарты сағаттан кейін чесноктар саламыз. Мен бақуның чесноктар пайдаланамын, себебі олар өте дәмді. 10 минуттан кейін от өшіреміз және тамағымызды 15 минутқа қоямыз. Күфта бозбаш дайын. Бұл тамаша керемет тамақ. Ас адамның арқауы деген мақал бар. Ас болсын, сау болыңыздар.